Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көңіл күйлерің қалай? Мені күтіп қалдыңдар ма? Мен күз ханшайымымын. Ормандарды, тауларды аралап, барлық жерді сары, қоңыр бояуға бойадым. Құстарды жылы жақтарға шығарып салдым. Міне, сендерге де келіп жеттім. Мерекелерің құтты болсын, балапандар. Ал балалар, қанекей, маған арналған қандай тосын сыйларың бар? Тақпақтарың қандай керемет. Рахмет, балалар, сендер өте керемет айттыңдар. Ал мен сендерге сиқырлы қолшатырымды алып келдім. Қолшатырды айналдырам, күзгі саңырауқұлаққа айналдырам. Рахмет, қыздар, жақсы билейді екенсіңдер. Өнерлерің өрге жүзсін. Бұл не? Мен ештеңені де түсінбей тұрмын. Мұнда неге жиналып отырсыңдар? Неге шулайсыңдар? Мен қайда келіп қалдым? Балабақша, ал сендер мені таныдыңдар ма? Жоқ, танымадық. Ал балалар, сендер ше таныдыңдар ма? Күз келді, күн суытты. Менсіз бола ма енді күндерің? Жөтеліп, тамақ ауырып, бұның бәрін сыйлайтын тұмау деген достарың. Мен боламын. Егер дендерің сау болса, тез арада кетіңдер. Мен мерекені болғызбаймын. Қане бұл жерден кетіңдер. Ешқайда біз кетпейміз. Осында ойнап күлеміз. Көзде бізге келіп тұр, сыйлықтарын беріп тұр. Ха-ха-ха, ақмақтар, күз мезгілі көңілсіз, ызғарлы жел, ойнауға да ыңғайсыз. Сонда не істеп жүресіңдер сендер? Біз балабақшада әртүрлі ойындар ойнаймыз, денсаулыққа пайдалы жаттығулар жасаймыз, мықты болып өсеміз. Маған бір ой келді. Сендерді тұмаумен жұқтыру үшін жаңбырды шақырайын. Үстерің су болып, жөтеліп, ауырасыңдар. Ал біз жаңбырдан қорықпаймыз. Қолшатыр алып, ойнауға барамыз. Жарайсыңдар, қыздар, тамаша билейді екенсіңдер. Ал мен енді дүкенге барамын, кола, чипсы сатып аламын. Ең пайдалы, дәмді, түскі асқа да, кешке де. Кола, чипсы дегенің зиян келтіретін тағам ғой. Тұмаудан құтқаратын витаминдер жеу керек. Витаминдер жеу керек дейсің бе? Жоқ, олай жасамаймыз.
Одан да достарымды, микробтарды шақырайын. Жыл бойы сендер үшін жинап жүрдім, сақтап жүрдім арнайы. Қане микробтар, шығыңдар, балаларды тұмаумен ауыртып жіберіңдер. Қане, шығыңдар, шық. Ал біз микробтардан қорықпаймыз. Құтқарады біздерді. Витаминдерге толы көкөністер мен жемістер. Ендеше біз микробтарға қарсы витаминге толы жемістер билейік. Солай емес пе, балалар? Ой, көмектесіңдер. Көзім ашып барады. Қымбатты микробтарым, қапқа қашып кетіңдер. Енді не істеймін? Көзімнің ашығанын қалай басамын? Ал біз тұмаудан қорықпаймыз. Әртүрлі витаминге толы жемістер жеп, ойнауға барамыз. Ой, маған не болды? Денсаулық мықты болу үшін спортпен шұғылдану керек және таңғы жаттығу жасау керек. Ал егер осындай пайдалы жемістер мен көкөністерді жесең, мүлде жазылып кетесің тұмау. Балалар, мені кешіріңдерші, сендермен қалуға рұқсат етіңдерші. Мен енді жақсы болам, спортпен шұғылданам, көкөністермен дос болам. Сендермен қызықты ойын ойнайтын боламын. Ал балалар, тұмауды кешіреміз бе? Жарайсыңдар, жарайды тұмау. Онда бәріміз бірге ұлдардың биін тамашалайық. Кішкентай балапандарымыздың өз қолдарынан жасаған киімдері бар екен. Қане барлығымыз көріп бағасын берейік. Әділқазы алқамыз балабақшаның меңгерушісі Алтынай апай, ол кісі әділ баға берем дегенше ойын ойнай тұрайық. Солай жасаймыз ба, балалар? Балалар, сендермен болғаныма қуаныштымын. Қаншама қызықты ойын білесіңдер. Әдемі тақпақпен ән айтасыңдар. Сендер сондай ақылды балалар екенсіңдер. Бірақ менің де сендерге арнап әкелген сыйлықтарым бар. Өзімнің үйшігімді ала келдім. Сиқырлы үйшігім өзі келеді. Ол сендерге витаминге толы жеміс әкеліпті. Қане бір-бірлеп алайық. Қазір біз алтын күз екеуміз сиқырлы сөздер айтамыз. Ал сендер балалар көздеріңді жұмыңдар. Бірақ еш қайсың қараушы болмаңдар балалар. Тәбет, бақ, сәттілік, ашылсын болсын сиқырлы күш.